Al salmasınlar mı okuşlar? Bugün kaçası? 20 Sövriye. Defterlerimizi açarız. Bugünkü günlük cezamız. Defterlerimizi açarız. Bugünkü günlük cezamız. Yazdık mı? Tak. Bugünkü hüccetin taqribimiz radioaktivlik, radioaktivli söylelerin haqiqati. Yani bizning negizgi o'quv бағдарламасына сәйкес o'quv maqsadimiz alfa, beta және gamma сөйлелердің табиғаты мен қасиеттерін түсіндіру. Бүгінгі сабақтың мақсаты. Ал енді біз бүгінгі сабақты бастамас бұрын біз дискрипторды анықтап алайық. Ол үшін сендердің қолдарына міне парақ берілді, барлығыңа, иә? Осы бір парақты аласыңдар. Әр дұрыс жауапқа 1 ұпай, жалпы ұпай 10 ұпай болады. Түсінікті ғой, иә? Мына жерге жоғарғы жағына аты жөндеріңді жазып қоясыңдар. Бір-біреуден алып алыңдар. Так. Олай болса біз өткен сабағымызға тоқталайық. Так. Алдыңғы сабақтарымыз қандай тақырып өттік балалар? Қандай тақырып өттік? Ал сен білген сауал әдісі бойынша үй тапсырмасын пысықтайық біз. Так, бірінші сұрағымыз кім жауап береді? Рентген сәулелері қалай ашылды? Кім жауап береді? Рентген сәулелері қалай ашылды? Ең алғашқы рет қандай сәуле болып ашылды ол? X сәулесі болып ашылды. Оны Вильгельм Конрад рентген ойлап тапқан. Ол анод пен катодты екеуін бір-біріне шағылыстыру арқылы ойлап тапқан. Яғни не алды ол бірінші? Шыны? Шыны вакуум алды. Сөйтіп оны ішіне анод пен катодты орналастырды. Оған жоғарғы кернеуде не берді? Маржан, не берді жоғарғы кернеуде? Кернеу берді жоғарғы кернеуде. Сөйтіп электрондар не істеді? Жыламдық пен сәуле болып шашылады. Қайда барады ол? Неден шығып неге барды? Катодтан шығып неден шығып неге барды? Неден шықты? Катодтан шығып неге барды? Анодқа барды. Сөйтіп, одан не пайда болды? Рентген сәулесі пайда болды. Жарайсың одан. Рентген сәулесінің табиғаты қандай? Толқын ұзындығы қандай оның? Жиілігі қандай? Толқын ұзындығы? Рентген сәулелері екі себептен туындайды. Біріншісі электрондары кедергіге жақындаған кезде, ол кезде рентген сәулелері өте жылдам көріне бастайды. Жылдамдығы жоғары. Жарайсың, Диана туралы. Ал рентген сәулелердің негізгі қасиеттерін атаңдар. Қандай негізгі қасиеттері бар? Айта ғой. Рабиға. Бұл сәулелер жоғары өткен қабілетіне олар қалды онда пластиканың оңай өтіп кетеді. Магний жүйесі ретінде сәулелерді ығыстыра алмайды. Жарайсың. Отыра ғой. Ал рентген түтігі деген не? Жаңа айтып кеттік, иә? Рентген түтігі. Рентген түтігі. Рентгендік сәулелері алуға арналған электровакуумдық құрылғы. Жарайсың. Рентген сәулелердің техникада қолданылуын жайлы айтып бер. Қандай техникада? Қазір. Кім айтады? Айта ғой. Рентгенді медицинада қолданады. Техникада. Бірінші техникада. Техника құрылыс саласында қолданады. не істейді ол жерде? Мысалға, қай жерде қандай диск бар екенін көре алады. Және де медицинада қолданады. Жарайсың, отырамын. Техникада, яғни металдардың қай жерде сызбасын жасаған кезде қай жерде ойық бар, қай жерде сынып бар, не істей алады екен? Анықтай алады екен. Ал рентгеннің астрономия
жайлы айтып бер дейді. Медицинада жанна. мысалға медицинада бір адамның омыртқасы қисайған болса сол рентген арқылы андай қалай қисайғанын көруге болады. Яғни нені анықтайды сонда? Қалай қисайғанын, сүйектердің сынғанын және андай зақымданған жерлерін және ісік ауруларын есте алады екен рентген сәуле арқылы анықтай алады екен, иә? Рентген сәуленің адам денсаулығына зияны бар ма? Қандай зияны бар? Адам денсаулығына зияны бар. Себебі оның несі жоғары болған соң адамның денесінен өтіп келесі неге түскен кезде адамның несіне зақым беруге себеп. Адам организміне зақым тигізеді екен, иә? Рентгенге жылына бір рет түсіп тұру керек. Жақсы, яғни рентген туралы біз түсіндік деп ойлаймын, иә? Енді екі топқа мен слайд жасап беру деген болатын, иә? Слайдтарымды алып, тақтаға орналастырдым. Ал бірінші, тақырып жазып алайық. Радиоактивті сәулеленудің табиғаты. Радиоактивті сәулеленудің табиғаты. Жазамыз. Радиоактивтілік. Радиоактивтілік сәулеленудің несі де? Ал бірінші слайдта кім түсініп өтеді? Кім түсініп өтеді? Ал балалар, тақырыпты түсініп алайық. Радиоактивтілік. Альфа-бета гамма сөйле шығару. 1896 жылы Меркель ойлап тапқан. Кейбір атом ядрларының альфа, бета, гамма радиоактивті сәулелер шығарып, өз-өзінен басқа ядроларға айналу қасиеті радиоактивтілік деп аталады. Яғни радиоактивтілік дегеніміз Сәуле шығару қасиеттерін атап өтсек, біріншіден химиялық әсер етеді, газдарды иондайды және де кейбір сұйық және қатты денелерде люминесценция пайда болады. Радиоактивті сәулелену альфа сәулелер гелий ядролар ағыны 1898 жылы ашылды және де бета сәулелер электрондар ағыны 1898 жылы ашылған және де гамма сәулелер электромагниттік толқындар ағыны 1900 жылы ашылған. 1900 жылы ашылған екен, ал радиоактивтілікті кім ойлап тауыпты? Беккер қай жылы? 1896 жылы, иә? Яғни өздігінен ядроға құлдырап, не істейді екен? Сәуле шығарады екен, отырады, жарайсың. Ал келесі. Келе ғой. Жақсы. Әр жауап бергендерге бір балдан қойып отырыңдар. Айтады. Сәуле шығару құрамы күнделікті кеңістіктің шешілмеген. Салынған халық қабырғалы кесек қорғасын ыдыс. Өзекшеден шыққан сәуле оған нükleer әсер еткен күшті магнит өрісі. Препараты, өзекше, қорғасын бар екен, иә? Сөйтіп ол не істейді? Магнит өрісінен өткізеді, иә? Сонда фотопластинаға не түседі? Не түседі? Сәулелер түседі. Ол сәулелер қандай сәулелер? Альфа, бета және гамма сәулесі екен, иә? Жарайсың, отырады. Ал шыққан сәулелер туралы айтайын енді. 3 сәуле шықты дедік, иә? Диана. Ал радиоден шығатын сәулелер ағыны магнит өрісінен өткеннен кейін 3 топқа
жылға бөлінген. Бастапқы ағыны екі құраушысы қарама-қарсы жаққа ауытқыған, ал үшінші құраушысы өзінің алғашқы бағытын өзгертпей Пьер Кюри байқады. Беккерел 1996 жылы радиоактивтілік сәулені ашады. Ол тәжірибе жүргізу үшін далаға шыққан кезде күн көрінбей бұлтты болып тұрады. Сол себептен пластинадан және де уран тұзы қағазды бір сұрмаға салып қояды. Сол кезде радиоактивтілік сәуле өзінің байқағанын көреді. Сол арқылы байқамастан бұл тәжірибе іске асты. Жарайсың. Так. Мына радиоактивтілік, яғни жаңағы айтқан біздің сәулеміз үш түрлі сәуле шығарды деді, иә? Енді сол үш түрлі сәуленің альфа сәулесі қандай зарядқа ие? Оң екен, иә? Күләуле келеді. Ал ары қарай тез айтып кетейік. Атомный радиоактивті элементтер үш түрлі сәуле шығарады. Альфа сәулесі гелий атомының ядросы заряды оң болады. Қандай көрсетіп кетейік, иә? Заряды оң. Қаны гелий альфасы? Альфасы қаны? Альфа. Ал бета? Электрондар ағымында заряды теріс болады. Гамма сәулесі электромагниттік сәуленің кванты. Оның тіке өтіп кетті, яғни гамманың өтінділігі қандай балдар? Жоғары. Жоғары. Жазғалайық. Альфа сәулесі оң, заряды оң. Альфа сәулесінің заряды оң. Міне қарайсыздар ма? Альфа сәулесі оң болып тұр, плюс таңбамен, бета сәулесі теріс. Міне көрдік па? Минус таңбасымен. Ал гамма сәулесі қалай кетіп жатыр балалар? Тіке кетіп жатыр, электромагнит сәулелерінің кванты, гамма сәулесі. Электромагниттік сәулелерінің кванты. Ал болдық па болады? Жаңағы кім айтып кетті? Диана айтып кетті. Өткізгіштік қасиеті қандай екен балалар? Мына альфа, бета және гамма сәулесі. Кім? Қайсысы қай жерден өтіп жатыр? Қайсысы қай жерден өтіп жатыр? Мына гамма сәулесі қағаздан да, алюминийден де, қорғасынан да естеп кетті. Мына гамма сәулесі мына өтіп кетті. Көрдік па? Мынау гамма сәулесі. Ал бета сәулесі қағаздан және неден өтті? Алюминийден өтті. Ал альфа сәулесі ше? Қағаздан және алюминийден өтті. Яғни ең өтінері жоғары қасиеті гамма сәулесі екен. Так, Беккерел деп айтып жатырмыз, Беккерел деген кім екен? Француз физигі. Кім айтады қаны? Кел жаным. Жылы Париж 1908 жылы қайтыс болған француз физигі, Париж ғылым академиясының мүшесі. Оның физика ғылымының оптикке, электрлік магнетизм, фотохимия, электрохимия, екінші металлургия салаларында көптеген еңбектер жарық көрді. Уран элементінің өз-өзінен көзге көрінбейтін бөлшектер мен сәуле шығаратыны анықталды 1896 жылы. Осы зерттеулер негізінде радиоактивтік құбылыс ашылды 1903 жылы Нобель сыйлығының иегері болды. Міне Беккерел дегеніміз, яғни тек қана радиоактивті ашқан жоқ, оның несі көп екен, яғни Нобель сыйлығының иегері екен. Яғни қорыта келгенде элементтің өздігінен сәуле шығару құбылысы радиоактивтілік деп аталады екен, балалар, түсіндік па? Өздігінен сәуле шығару құбылысы.
жаңағыдегі енді осы өздігінен сәуле шығару құбылысын радиоактивті болса, ал сәуле шығару процесі неден аталады екен? Радиоактивті деп аталады екен. Сәуле шығарудың химиялық элементі радиоактивті. Альфа, бета және гаммамен таныстық. Солай ма? Так, мынанша айтып кеттік, Так, енді альфа ыдырау және бета ыдырауда бізге не керек екен? Формуламыз керек. X дегеніміз, біздің X дегеніміз Менделеев кестесіндегі кез келген элемент. Z протондар реттік саны, жоғарғы жағында M деген массалық саны көрсетілген. Гелий өзгермейді. Көрдік па? Нәтижесінде мына жердегі Z саныменен 2-ні азайтып, және M санымен 4-ті азайтып, біз Y элементін табады екенбіз. Так, жазып алайық, альфа ыдырау деп. Ал бета ыдырау, бұл жерде -1 электрон атомы тұрады. Яғни Z-ге 1-ді қосамыз, сөйтіп біз келесі элементті не істейді екенбіз? Табады екенбіз. Немесе 1-ден 0 деп электрон жазатын болса, ол жерде Z-ден 1-ді не істейміз балар? Азайтады екенбіз. Қазір бізде есептер шығару барысында бұл формула бізге қажет болады. Қазір жазып аламыз формуланы. Формуланы жазып аламыз. Енді осы формуланы пайдалана отырып, біз есеп шығаруға уақытты береміз. Болды ма? Осылай берейін ба? Так, ой, болса кет. Енді есеп. Еге бірінші есепті бірінші топ альфа тобы, екінші есепті екінші топ бета тобы жасаңыз. Орындаймыз, қа? Так. Так, уран. Не көрсетілген? Уран қаншадан қанша? 92-ге 3,238. Так, екіншісі? Так, альфа ыдыратамыз. Кім шығады кәні? Кім шығарады? Так, мен формуланы ашып қояйын, Так, берілген жазып алдық па? Мен артырақтағанда жазып берілген. Формуланы ашып қояйын. Ал осыған сүйене отырып шығарайық кәні. Так, неше рет ыдырат дейді? 3 рет альфа ыдырауға түсіреміз. 3 рет альфа ыдырауға түсіреміз. Қалай жазамыз баламын? Кәні? 3 рет альфа ыдырауға. Яғни альфаны қанша рет жазамыз? 3 рет жазамыз. 3 H гелий 3 гелий болады, Қанша рет? 4 болады. Так, неге ол көп екен? Қанша болады? 6 болады, жоғарғы жағы? 12. 12-ден не істейсің? Так, балалар шықты ма сіздерге? Альфа ыдырау кезінде қандай ядро пайда болады? Альфа ыдырау. Альфа ыдырауға не жазамыз мына жерге? Гелий жазамыз, 2-де 4 гелий. Қосылған. Так, не істейміз енді? Кетіп
tutar ceza. Так, 7'den 4 geri geriye al. Geri tabuşun 7 mecbur 8 çok elinde tabuşun isteyemez. 97'den kaçtan azaytırız? Kaça болады? Aha. Так. Жоғарғы жағына. 238. 238'de 4 azaltmamız. 294. Aha, 294. Так, қандай элемент жазамыз енді біз? Қаншасыншы элемент жазамыз? 90. 90-шы элемент. 90-шы элемент кәні? 90. Бұл Элемент тори. Жаз. Жарайсыз. Отырамын. Ал. Келе ғой. Баша. Екіншісінде 3 рет альфа-жауға түсір дейді, иә? 3 гелий болады екен, иә? Ал, қандай элемент шығады? Біз не істейміз, балалар? Қарап тыңдап отырамыз, қа? Не істейміз? 3-ке 4-ді көбейтеміз. Қанша? 12. Так. 225'ten 12'ni azaltamız. Ага, қанша шығады? 213. 13. Ага. Так. 2'yi bölümlerimiz aldı. 89'dan altına azaltamız. 83. 85. Сонда біз қандай элемент табамыз енді бұл жерде? 83-ші элемент. Бисмут. Так, жазып алайық, жарайсыңдар, жазып алайық, отырамыз. Так, енді кітаптарында 25-ші жаттығу бар. Көрдік па? 25-ші жаттығуда 2 есеп. А 35-ші жаттығу 2 есеп бар, 2 есепті орындайық, так? Топпен жұмыс жасайық, 2 есепті орындайық. Қандай элемент бар сендерде? Балалар, қандай элемент бар? Литий бар екен, иә? Литийді бір бета ыдырау және бір альфа ыдыраудан кейін қандай элемент түзіледі? Яғни бұл жерде біз қанша есеп шығарамыз болды? 2 есеп шығарамыз, иә? Кім шығады? Гүлдәурен. Келе ғой. This is бірінші полезно. Так, литий. 3'те 8 литий. Так, бірінші деген ыдырап дейді балалар? Бірі бет ыдырауға. Так, қосу, стиректор қоямыз, иә? Мен көмектесем, шығарайық. Так, бірі бет ыдырауға қарайық. Міне. Минус 1. 0. Ага, Е. Қосылған. Так. Енді 3'те 1-ді не істейміз балалар? Азайтамыз. Қанша болады? 2 нажаны 8. Так, екінші элемент қандай болды сонда бізде? 8. Ары қарай. Енді шыққан элементті не шықты бізде? 3'те 8 гелий шықты, иә? Дұрыс па? Ал. Так, гелийді жаз енді. Так, 2'де 8 гелий. Ага. Так, альфа ыдырау. 2'де 4 гелий. Қосылған. Не болады? Не болады?
sonra ışık değil alamız. Litiydim. Litiyi de alamız. Litiyi de alamız. Төрт минус бір мына жерде ше екі емес ана жерде төрт болады. Бері шығар төртте сегіз мынау төрт болады. Неге төрт болады? Төрт болады. Төрттен минус бір, яғни төрттен бір тастап үш шығады. Иә? Солай ма? Сөйтіп мынау сегіз болады. Сонда қандай элемент шығады? Төртінші элемент. Төртінші элемент береги. Ал енді береги аламыз. Төртте сегіз береги. Так. Енді қандай альфа сал деген, иә? Альфа сал енді. Екіде төрт гелий. Төрт гелий. Так. Қосылған. Не болады сонда? Төменгі жағы. Екі болады. Жоғарғы жақ. Масалсам төрт. Не шығады сонда? Гелий. Болды, кем тұш. Так, екінші есепті. Кім шығарды? Шықма, кел оған. Тесіз орында. Так, екінші есеп берілген не дейді? Тізбекте альфа және бета ыдырауданнан кейін пайда болған ол қандай ядро? Так, жазамыз. 83-те 211. Тесізді. Так, ал балалар. Тез жазайық. Стрелка қой. Ал. Бірінші не істеді сендерге? Қосу де бірінші. Қосу кім? Стрелкаң қалды. Қосу 2-де 4 гелий. Қосу 2-де 4 гелий. 2-де 4 гелий. Гелий. Стрелка қоямыз. Так. 215, 85. 85. Қандай элемент? 85-ші элемент қандай? Ажаңа, қара. Так, енді осыған қосамыз. Не? Бета ыдырау, иә? Бета ыдырау, мына. Бірде, минус бірден 0, 7. Жоқ, olmaz. 0, minus 1. Minus 1. 7. Еркін. Стрелка қойып. Так, не шығады бізден? Балы? 215-тен өзі азайды. 286. Төмен жағынан не шығады? Төмен жақтан не шығады? Қандай сан шығады төмен жағынан? Жас. Жоқ, 86 шықпайды, минус бар ма? Минус 86 шығады. 86 минус қанша болады? 85-тен бірді азайтасың ғой? 84 болады сонда. 84 болады. 84-ші элемент қандай элемент?
Жаз. Толық отырамын. Так, екі есеп шықты. Так, ары қарай. Так, ары қарай. Енді жеке жұмыс. Менделеев кестесін пайдалана отырып, альфа ыдырауға және бета ыдырауға бір есеп шығарамыз. Жеке жұмыс. Bir element alamız. Birinci alfa drawga salamız. Odan keyin beta drawga salamız. 2 minut vaqt bering. O'rtaymiz. Kez kelgan qalagan bir elementlarni olib birinchi alfa drawga salasizlar, odan keyin beta drawga salasizlar. Sonda qanday element paydo bo'ladi? Kimning eseri chiqdi? Tez yozaylik. Tag'i. Aql chiqmaysiz? Tez yozamiz. Muhtarlar. Muhtarlar eseri chiqdimi? Yo'q, jeki olasiz. Jeki yozasiz. Nima yozasiz? Birinchi o'rinda nima deyiladi? Nima deyiladi? Ne yapacağız? Çıkmak istedim ama karanlığa gideceğiz. Gideceğiz abi. Так. Так, алюминий алды, гелийді натрий. Екеуі қосылды. Так. Енді бета ыдырауға салайықшы балалар. Бета ыдырауға. Бета ыдырауға тағы бір есеп. Кімдікі шықты? Мұхтарға шықты ма? Biz sonda есептер шығару барысында, есептер шығару барысында нені еске алып, нені ескеріп жатырмыз? Міне, 30-ға 2-ні қосамыз қанша? 32 шықты ма? Шықты. 65-ке 4-ні қосайық. 69 шықты ма? Шықты. Міне, ал мына жағдайда, міне, бірінші альфа ыдырауға салдық, сөйтіп барып неге салдық? Бета ыдырауға салдық. Сонда біздің шыққан неміз нәтижеміз. Түсінді ма? Альфа ыдырау, бета ыдырау. Так, ары қарай бүгінгі тақырыпты қорытындылайық. Радиоактивті сәулелер қалай аталады?
Радиоактивті сәулелер қалай аталады? Радиоактивті сәулелер қалай аталады? Қалай аталады? Аха. Өздігінен сәуле шығару. Сұраққа тоқталайық. Радиоактивті сәулелер қалай аталады? Атом ядроларының өздігінен сәулеленуі радиоактивті сәулелер деп аталады. Алғашында оларды неге рентген сәулелерімен шатастырды? Неге? Өйткені олардың ұқсас болды, иә? Тағы да? Өйткені екеуі сәулелер ұқсас болды, бірақ рентген сәулелер вакуум арқылы пайда болады, ал радиоактивті ол өздігінен пайда болады. Өздігінен сәуле шығарады, иә? Жарайды. Рентген сәулелердің радиоактивті сәулелердің айырмашылығы қандай? Рентген сәулелердің радиоактивті сәулелердің радиоактивті сәулелер өздігінен шығады, ал рентген сәулелері вакуум арқылы, иә? Анод, катод арқылы шығады, иә? Ал жалпы мына элементтің барлығын біз радиоактивті элемент деп айта аламыз ба? Иә, яғни бұл радиоактивті сәулелердің қандай зияны бар бізге? Қандай зияны бар? Ол бірден жойылып кете ала ма мысалы? Жойылмайды бірден, иә? Мысалы семейде не? Полигон болды, иә? Яғни оның зардабы әлі бар ма бізде? Себебі неде? Себебі? одан ядро жарылғаннан кейін ол жерде радиоактивті сәулелер пайда болды. Содан кейін ол экологияға, адам денсаулығына кері әсер берді. Адам денсаулығына кері әсер бергенде ол шашы түсіп қалады, тырнағы түсіп қалады. Және бала туған кезінде ол шалады болып, және кеміп бір жерге. Біраз уақыт арасында жерде шөп өспей 50 жылдай жаңарту керек болады. Жерлер көгермейді, жерде. Оның зардабы көп жылдарға не істейді екен балалар? Созылады екен, көп жылға созылады екен, иә? Яғни олардың құрамында не бар? Электрон және массалық атомдық массалары, атомдық массасы бар, иә, химияның кезінде, иә? Ал олай болса, бүгінгі сабағымызды қорытындылаймыз. 35-ші жаттығудың үйге берілген есебі бар. Көріп қоя? Екі есеп көрсетілген. Осы екі есепті жаңағы шығарған есептерімізге сүйене отырып шығарамыз үйде. Ары қарай. Енді біз бүгінгі сабағымызға кері байланыс беріп кетейік. Бүгінгі жаңағы парақтарыңа балдарыңызды қойып, аты-жөндерін жазыңдар, және кері байланыс береміз. Бүгін мен білдім, не білдіңдер? Сол туралы жазасыздар. Қиындық тудырды. Қандай қиындық тудырды? Сол туралы жазасыздар. Мен үйрендім, яғни сендер не үйрендіңдер? Сол туралы жазасыздар. Және қолымнан келеді. Сендерде келешекте қандай істі атқаруға ары осы жерде нені білуге ары қолдарыңнан келеді, сол туралы жазасыңдар. 3 минут уақыт беріледі. Ұпай сандарыңды қосып жазып қойыңдар. Ұпай сандарыңа қарай отырып, 9 мен 10 ұпай жинағандар өте жақсы, 7 мен 8 ұпай жинағандар жақсы, ал 6-5 ұпай жинағандар қанағат деген бағаны алады. Кері байланыс жасамыз. Кері байланыс жазамыз. Көрінші, бүгін мен білдім. Қиындық тудырды. Мен үйрендім. Қолымнан келеді. Кері байланыс. Болғандарын жинайық, мен балаларды жоқшылайым.
Sakın bu. Kan? Так, Gülana, kir balans verip bitekşi. Sen niye bildin bugün? Men bugun radioaktivni so'liydan qalay paydo bo'ladini bildim және есептен қалай шығару керек екенін білдім. Aha. Үйrendin ya. Qanday qiyinlik tuğundadı sende? Есепті шығарып кезінде Кезінде, қай жерінде қателік туындады? сандардың орнына Aha, sandардың орнына ауысып кетті. Яғни қандай сандар? атомдық массасымен қатарсаңыз Реттік сандар. Қиындық туындады, ya? Al. Не үйрендің? Маша. радиоактивті сәулелер не екенін үйрендім. Сосын қиналғаным ана бетта есебін шығарған кезде қиналдым. Бетта ыдырауға салған кезде. Иә. Альфа ыдыраудан бетта ыдырауға салған кезде. Тоқта, мен сөйлеймін. Сосын мен альфа есебін қалай шығаруды жақсы білдім. Және де беттаны да қалай шығаруды үйрендім. Және де қолымнан келетіні болашақта бір қиын есепті шығарғым келеді. Жақсы, жарайсың. Мына топтан екі бақ, екі. Қан? Әкел. Мен бүгінгі сабақта рентген сәулелерінің денсаулыққа зиянды екенін білдім. Радиоактивті сәулелерге білдім және де қиындық тудырғаны есептер шығаруда аздап қиналдым. Және де радиоактивті сәулелердің өздігінен сәулеленетінін білдім. Жарайсың. Ал, ары қарай. Гүлжаухан, не қиындық туды саған? Маған есепке шығарғанда кейде оны үйреніп алдым. Жарайсыңдар. Так, барлығымыз бердік па? Так, болатын болса, бүгінгі сабақ бойынша так, Жаннаға Жанна 7 балл, Перне 6 балл, Гүлдәурен 8 балл, так, Рабиға 7 балл, ya, так, Маржан 9 балл деп бағаланды бүгінгі сабақ бойынша. Үйге тапсырма 35-ші жаттығуды орындап келесіз.